Сәлем достар, мен бүгін сіздерге эксперимент қойғым келеді. Интернет арқылы басқа структуралардан, Дагестан жақтан бізге колготка жайлы видео келіп жатыр. Мен де бүгін енді бірінші сондай видео жазғым келеді. Бұрында осындай шыққан уақытта осы колготкалар біз кидік, маған ұнады, но бірақ та мен ондай эксперимент жасап көрген жоқпын. Маған сол қызық болды. Негізінде біз деген мен өзім колготканы кесуге или там жыртуға маған жалко. Бірақ та енді сонда да уже неше күннен бері видеоны қарап жатырмын. Мен де соны жасап көрейінші деп сіздерге соны қойғым келіп тұр. Енді қараңыздар, менде осындай колготкаларым бар. Алдында осындай колготкалар болды ғой бізде. Ол российский, мен айырмасын айтайын деп едім. Мынау біздің Фаберлик компаниясын российский, именно сол Россиядан шыққан колготкалар, да? Осындай упаковкалерде болды олар. Қазірде де енді әлде де болатын шығар. Без картона тек осындай болды. Ол тап сол колготка, просто сыртында картоны жоқ. Сол кезде распродажа болып, бір арзан болды. Мен сонда өзіме алып қалдым. Енді қазір осындай колготка шығып жатыр. Осындай. Мынау 20-дан, мынау 40-тен. Но именно итальянский колготкалар. Мен қазір енді итальянский колготканы ашып көріп, сіздерге эксперимент жасағым келіп тұр. Өзім бірінші рет жасап тұрғасын кішкене қорқып тұрмын. Колготкам жыртылып қалса, конечно, маған жалко болады. Но сонда да біреуін алып жасап көрейінші деп. Енді менде картоп жоқ үйде, қарасам морков бар екен. Морковты жуып, тазалап, осылай неге салып жатырмын. Жасап көрейінші деп. Кигіздім. Енді үйдегі пышақты алып, осындай бізде точилка бар тоже. На всякий случай тағы егеп жіберейін оны. Осы точилканы алған адамдар күшті, қараңдар. Фаберлик компаниясының точилкасы болды да, мен алдым оны. Қазір бар ма жоқ па білмеймін, но сонда да. Мына, бісміллә деп енді осыны кесіп көрейік, не болады кейін. Көрініп тұр ма? Бісміллә. Жыртылып қалса, енді мен... Колготка жыртылды. Так что, білмеймін қандай пышақпен олар кесті. Менің колготкам жыртылды, өкінішке орай. Морковты кесіп көрдік, енді алманы салайық. Менде енді алма жоқ, алмұрт бар. Так, алмұртты енді кесіп қарайық, қалай болады екен. Алмұрт жыртылған жоқ. Тағы да жыртылды. Жыртылды. Так что бәрі де өтірік. Бірақ та менің айтатыным, осы эксперимент жасасам да, осы колготканы мен уже кидім, маған ұнады. Білмеймін, сіздер өздеріңіз қараңдар. Аласыңдар ма, алмайсыңдар ма, бірақ та мен уже осы компанияда неше жылдан бері, 5 жылдан бері компаниядамын, Фаберлик компаниядан киінемін. Осы российский колготка мықты, размер. Ал итальянскийді алып көргенде бір размер үлкендеу қылып алып керек, өйткені ол маломерка. Өзіме алып қойдым, өзім әлде де алам да, кеңес беремін. Киюге жақсы, кигенде ондай жыртылмайды. Сәттілік тілеймін.